Түркістанға қош келдіңіздер. Еліміздің ең көне шаһарларының бірі Түркістан. Соңғы жылдары қарқынды дамып, үлкен ақша осы қалаға құйылып жатыр. Басты мақсат туризмді дамыту. Сонымен, Түркістан Қазақстанның туризм орталығына айналды ма? Бұл сұраққа осы видеода жауап береміз. Ал, кеттік. Сәлем достар, Көкшетауда бір үлкен минус бар. Ол біздің дамымаған әуежайымыз. Бағыттар өте аз. Сол үшін мысалы 1500 шақырым жерде орналасқан Түркістанға бару үшін бірінші біз Астанаға барамыз, одан кейін Түркістанға ұшамыз. Бағасы қымбат емес, билеттерді алдын ала алғанбыз, екеумізге небәрі 42 000 теңге шықты. Айтпақшы себебін де айта кетейік, неге Түркістан? Негізі біз Байқоңырға бар жатырмыз. Шілденің 9-ы бізде той болады. Біз тойларға баруды аса ұнатпаймыз, бірақ осы жолы барайық деп шештік. Байқоңыр біз үшін өте қызық. Оған қоса ертең шілденің 7-сі Әйгерім екеуміздің танысқанымызға 5 жыл. Сол 5 жылдықты Түркістанда қарсы аламыз. Жаңа қала, жаңа эмоциялар. Сол жарайды, енді уақытты созбай Түркістанға тез жетіп алайық. Кеттік. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в международный аэропорт имени Назарет Султана, города Туркестан. Температура воздуха 36 градусов выше 0. Тадам! Біз жеттік Түркістан, және осы жерден кетпей бір қызықты факт. Артымда тұрған әуежай бұл тәуелсіз Қазақстанда нөлден салынған алғашқы халықаралық әуежай. Иә достар, мұнда ештеңе болмады. Бюджеттен $160 миллион бөлініп, 70 миллиард теңге және осындай әдемі әуежай тұрғызды. Шынымен әп-әдемі, іші тап-таза, жаңа екені көрініп тұр. Туристер келсе ұялмайсың, керісінше елімізбен мақтанасың. Айтпақшы, қазір Түркістандағы ауа температурасы 35 градус, өте ыстық. Енді біз қонақ үйімізге барып, киімдерімізді тастап, Түркістанда аралайтын боламыз. Әуежай қаладан 20 шақырым жерде орналасқан. Сондықтан қонақ үйімізге жеткенше Түркістан туралы бірнеше қызықты факт. Түркістан Қазақстанның ең көне қалаларының бірі. 2000 жылы ЮНЕСКО шешімімен 1500 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде аталып өтілді. Қазір Түркістан облысының орталығы болса, ал Есім ханның кезінде бүкіл Қазақ хандығының елордасы болған. Тағы бір қызықты факт, Түркістанды екінші Мекке деп атайды. Оның себебі әрине Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Оған әлі ораламыз. Айтпақшы, қонақ үйімізге де жетіп қалдық. Караван сарай. Осындай әдемі қонақ үйді таңдадық. Караван сарай деген. Дәл бір туристік жерде орналасқан, жап-жаңа, әдемі. Достар, бұл біздің тоқтаған қонақ үйлерден ең күштісі. Қазір сіздерге рум-тур көрсетемін. Біздің номерімізға қош келдіңіздер. Бізде осындай үлкен, қос төсек, жұмсақ, бәрі таза. Осындай телевизор бар. Қараңыздар, қандай әдемі, стильный дизайн. Және бізде мұнда кондер бар. Далада 38 градус болса да, мұнда іші салқын, өте күшті, жайлы. Мына жерде біздің үлкен ванна, осындай душевая. Мұнда керек жабдықтардың бәрі бар. Гель, шампунь. Туалетте осындай телефон бар. Спаға немесе ресепшнға хабарласа аласыздар. Осындай сейф және халаттар мен тапочкалар бар. Ал енді осы бөлмені таңдаған басты себебіміз ол әдемі көрініс.
Қараңыздар, қандай әдемі көрініс. Біз осы номерді 51.000 теңге алдық. Оның ішінде таңғы ас және Алтын самұрық шатын театрына тегін ваучер беріледі. Караван сарайы қонақ үйіне сілтемені осы видеоның астында қалдырамыз. Сандықта бірінші рет және өте күшті жер екен. Қараңыз, мәзірдің өзіне дейін өте күшті істелінген. Стиль деген мықты енді. Өте әдемі. Мәзірлері енді керемет. Осындай бір ескі сияқты мәзірлер бар. Және міне QR онлайн мәзір. Мынаның өзі кәдімгідей тас қой ма? Қазір қымыздың дәмін көреміз. Ысталған қымыз дейді. Күшті. Былай жеңіл ішіледі. Күшті кайф. Екіншісі. Ас болсын. Кешіріңіздер, мінекей сіздердің алдарыңызда намат көже. Намат көже бізде наматтың қазақша баламасы көшпенділер, яғни көшпенділер тағамы десек те болады. Бұл тағамның құрамында жылқының сүрінген еті, қазы, буға піскен бидай және бетіне құрт тұздығы болады. Бұл тағамның кезінде, яғни ілгеріде қыстан аман-есен шықты деген мақсатта соңылған соғымды дайындап беретін, күш беретін тағамдардың бірі болып келеді. Ас болсын. Біз қазір намат көженің дәмін татамыз. Өте күшті. Құртпен өше күшті. Біз Сандық ресторанында осындай намат көже екеу, бауырсақ алдық әрине және баялды құртпен. Мұнда қазір жазып кетеміз қарға шыққанын, бірақ бәрі дәмді. Маған қатты ұнады. Айтпақшы, ресторанда адам аз болды. Біз және тағы бір үстел. Далаға шықсақ, бізден басқа ешкім жоқ. Полиция қызметкерін санамасақ. Неге десем, 5 минут жүріп түсіндік. Масқара, күн ыстық. Иә, достар, күн өте ыстық. Есіме бірден Өзбекстанның климаты келді. Тағы кішкене жүріп, біз Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жеттік. Кіру үшін билет алдым. Бағасы небәрі 200 теңге, өте арзан және күшті. Өзбекстанда жүргенде жергілікті тұрғындар үшін бағалар әрқашанда арзан болған. Енді міне Қазақстанда, Түркістанда жүріп, біз үшін 200 теңге, сосын жақын, мысалы Қырғызстан, өзбектер үшін, қырғыздар үшін 300 теңгедей билет құны, ал европалықтарға және тағы басқаларға оларға 500 теңге билет құны. Арзан, өте арзан негізі. Сонымен, алдыңызда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 14 ғасырда салынған түркі ислам архитектурасының аса көрнекті ескерткіші. Ол атақты сопы дін қайраткері Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне тұрғызылған. Бұл кесене түркі әлемдегі ислам дінін кең таратқан рухани тұлғаның мәңгілік мекені. Қазір мұнда реставрациялық жұмыстар белсенді түрде жүріп жатыр. Соның салдарынан көптеген есіктер жабық. Жоғарыдан қарасақ, күйі осындай. Бұрын қандай болды екен деген сұрақ туындаса, ғаламторды қопарып, ескі суреттерін таптым. Шынында, бұрын мүлдем басқа көрініс болған екен. Бір сағатта барлық кесенені аралап шықтым. Шетелден келген туристерді де көрдім.
Бір алматылық кісі мені жапониялық азаматпен шатастырып алғаны қызық сәт болды. Айтпақшы жалғыз жүрдім. Әйгерімнің басынан күн өтіп, ол мені көлеңкеде күтіп отырған. Ал бұл салқын сусын көже екен. Дәмі біздің солтүстіктегі шалапқа қатты ұқсайды. Айран мен судың қосындысы. Осындай ыстықта шөлді күшті басады. Unique exhibits. And it's also possible to use audio guides. The administration Ben salayım mı, of the samayım? Sultan National Ben de Museum salayım mı, Reserve samayım? gives you an education. Құрметті қонақтар, қосмошасы, әуе қымқырата Hazır gelin. Ben salayım mı, samayım mı? Жүгіріп едей салайын ба, самайын ба? Күн масқара ыстық, мен өзім жалғыз кесенені аралап шықтым. Негізі потенциал өте мықты, дұрыс жарнама жасап, туристерді тартуға болады. Әйгерім отырды, ыстық па? Иә, өте қатты. Даже сөйлеуге шамам болмай тұр. Қазір қонақ үйімізге барып, анау тегін ваучерді аламыз. Сосын кішкене демалып, Алтын самұрық, ұшатын театрға барып, анау караван сарайдың ішін аралаймыз. Караван сарай кешені, немесе керуен сарай кешені, Түркістанның басты көрікті жері. Бұл кешен шығыс ертегісі стилінде салынған. Орналасқан жері де тамаша. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен небәрі 10 минут қашықтықта. Ал бұл бірден көзге түсетін жұмыртқа тәрізді ғимарат Алтын самұрық театры. Біз осында келдік. Біз қазір Алтын самұрық театрында отырмыз. Анау біз салған қонақ үй өте күшті, бізге тегін ваучер берген. Осында келіп, міне 2 билет осында бізге берді. Сағат 9-да кіреміз, қазір 8-ден 45 кетті. Және сеанстар әр 30 минут. Сағат нешеге дейін істейді? 11:30-ға дейін. Сағат 11:30-ға дейін істейді екен. Білім бәрі мақтаған осы театрды. Дизайны жағынан, ішінде бәрі өте күшті. Енді қазір ішіне кіріп көреміз бәрін. Айта кетерлігі, театрға келушілер ең алдымен 20 минут экскурсияға қатысады. Гид еліміздің тарихын тас ғасырдан бастап жаңа Қазақстанға дейін көрсетіп түсіндіреді. Соңғы 10 минутта 8D технологиялар арқылы еліміздің ең көрікті елді мекендерінің үстінен ұшып өтесіз. Өкінішке қарай видео түсіруге болмайды. Өте күшті, сөзбен жеткізу қиын. Көзіме кішкене жас та келді. Енді 100% осы театрға келуге кеңес береміз. Қатты ұнады. Вау. Маған қатты ұнады, прям күшті әсер алдым. Көзіме де жас келді. Басында ойлағам, қатты қорқынышты бола ма деп. Кішкене көзім жауып отырдым, конечно. Все, күшті келуге кеңес береміз. Күн батып, кешке қарай адамдар да шыға бастады. Күндіз бос болған кешен енді шын мәнінде туристік орынға ұқсап қалды. Мысалы, қайыққа отыру үшін кезекті көріп, осы идеядан бас тарттық. Келесі рет. Кешен жаман емес. Шопинг жасауға болады, дүкендер өте көп. Садақа тумаған қатты ұнады. Бізге таныс мейрамханалар да жеткілікті. Жай ғана серуендеп, қызықты детальдарды байқауға болады. Мысалы, мына тас динамик, осыдан музыка шығады. Жалпы бәрі ұнады. Осылайша күніміз де аяқталды. Әйгерім мені таңғы сағат 7-де не үшін оятты? Әрине, таңғы ас үшін. Әйгерім екеуміз таңғы асқа келдік, және өте күшті. Әзірше бәрі ұнап тұр. Тағамдардың түрлері өте көп, салаттар бар, сосын мантыға дейін. Таңғы асқа бізде Қазақстанда ғана шығар, таңғы асқа манты. Және мен осындай шұжық өзіме алдым. Қазір дәмін көрем. Бізде айтпақшы мынаны шұжық дейді, кейбір жерлерде Қазақстанда оны қазы дейді.
білмеймін неге қазы екен. Бізде қазыны кәдімгідей қазы, қабырғадағы қазыны қазы дейді. Мынау шұжық. Күшті. Кайф. Сервис енді мықты. Сервиске бір 10-нан 10 баға деген қойға болады. Шетелде жүргенде отельдерден кем емес, кейбір жерлері асатын да шығар. Маған да отель қатты ұнады, әсіресе біздің бөлмеміздегі көрініс балконнан қарағандағы барлық комплекс алақандағыдай болып тұрады, өте әдемі. Мұнда және спа бар еді, бірақ біз кеш келіп кішкене енді үлгермей жатырмыз, бірақ отзывтарда қарағанда бәрі мақтап жатыр. Егер мұнда болсаңыздар, міндетті түрде келіңіздер. Осымен біздің Түркістандағы бір күніміз аяқталды. Иә, әрине, қаламен жақсырақ танысуға бір күн жетпейді. Бірақ енді Түркістанға қайтып келу үшін себеп те бар. Біз көрмеген, бармаған жерлер әлі бар. Влогымыз ұнаса, біздің арнамызға жазылып, лүпіл басып, қолдап қойыңыз. Біз келесі саяхатқа дайындалуға кеттік. Алдымызда жаңа ел күтіп тұр. Айтпақшы, келесі влогымыз қай елден болады деп ойлайсыз? Жауабын видео астына жазыңыз.